Қазақ Қырғыздың ортақ ақыны Акбар Рысқұлов ағамыз да ортада. Енді өмірі ұзақ болмаса да өнердегі, өлеңдегі ғұмыры ұзақ болады деп сенемін. Бір жағынан сіздердің айтқандарыңыз, тілектеріңіз қабыл болып жатыр деп ойлаймын. Елмейірбектің қазақ арасындағы бұрын тыңдармандары бар еді, көрермендері бар еді, енді оқырмандары бүгіннен бастап пайда болады деп есептеймін. Қазақ арасындағы өлеңдегі өмірі енді басталып жатыр. Ол мәңгілік. Ал енді Елмейірбек біздің қазақтың тарихында, қазақтың әдебиетінде, қазақтың мәдениетінде өте терең білетін ақын еді. Өткен себебі Қырғызға барып айтса да, Қазақстанға келіп айтса да, осы қазақтың әдебиеті мен мәдениетін, тарихын тереңнен толғап айтатын еді. Сонау жыраулар поэзиясынан бастап бүгін осы Ұлықбек ағаларымызға дейінгі арадағы бүкіл қазақ поэзиясын терең түсініп білген ақын. Соның ішінде жаңа өлеңнен де байқап Мұқағалиды өте жақсы көретін еді. Айтыста жүлде алып тұрып та Елмейірбек Мұқағалидың өлеңін айтатын. Сондықтан да қазақты да өзінің ұлтындай сүйе білген азамат деп менің Елмейірбекке деген сыйластығым сонан басталған болатын. Ал енді осы кітапты аудару жөнінде жаңағы алғы сөзінде жаздық. Қалай келдік бұған? Осы Елмейірбек қайтыс болғаннан кейін өзінің шаңырағына барған кезінде Елмейірбектің жұбайы Нұрзат аяшымыз осы аманат деген кітапты қолымызға ұстатқан кезінде Елмейірбек осы кітабын бізге аманаттап кеткен сияқты жүрегіміз дір ете түсті. Келгеннен кейін аздап өзім үйде өзіме ұнаған өлеңдерін қазақша аударып қойып жүретінмін. Сол бір күні осы Ерлан Байкеміз бастаған осы Нұрзат аяшымыз біздің Қырғыздың мықты ақындарының бірі Асылбек бауырымыз хабарласып осы Алматыда кездесіп осы кітапты аударсаң деген ұсыныс жасағанда қуана қабыл алдым. Енді мен жазба поэзия жазбаймын, жазба ақын емеспін, ішінде кем-кетіктері болуы мүмкін. Мен Елмейірбекті қалай түсіндім, Елмейірбекке қалай бойладым, сол алдында Елмейірбекте жазба ақын емес екендігін осы кітапта байқауға болады. Жаңағы дәстүрлі өнер айтыстың өкілі ретінде. Сондықтан да енді аса қиындық тудырған жоқ. Өткен себебі қазақ пен қырғызға аудармашының қажеті жоқ. Тек жалғау жұрнақтарын сәл-пәл түзеп жіберген болмаса. Енді кемшіліктер болса кешірім өтінеміз. Алғашқы қадамымыз 2003 жылы Еуразия ұлттық университетінде халықаралық айтыс болды, наурыз айтыс. Сол айтыста осы Елмейірбек келіп топ жарып бірінші орынға ие болған болатын. Елмейірбектің бір қасиеті домбырамен де, қобызбен де айтса береді, музыкалық аспаптарды жақсы меңгерген. Сонда Абдылда Айталиев деген үлкен ағамыз бар, қырғыз айтысының ақтаңгері. Сол кісімен жұптасып түсіп қалдым да, ол кезде мен қырғызша білмеймін. Сонда айтқаным бар еді, қырғызша сөз білмеймін, шоңнан басқа деген. Құдайға шүкір 20 жыл өткенде қырғыздарды қазақша аударатын дәрежеге жетті. Ал енді қырғыз бен қазақтың арасына дәнекер болып тамшыдай ғана үлес қоссам да мен өзімді бақыттымын деп есептеймін. Қырғыз, қазақ туыстығы, бауырластығы мәңгілік жасай берсін.